Параграф 6. Тік төртбұрыш. Анықтама. Барлық бұрыштары тік болатын параллелограмм тік төртбұрыш деп аталады. Яғни бұрыш А, Б, С, Д 90 градус болу қажет. Тік төртбұрыштың қасиеттерін қарастырайық. Тік төртбұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең. АБ тең СД, БС тең АД. Тік төртбұрыштың барлық бұрыштары тік 90 градус. Тік төртбұрыштың диагональдары өзара тең. АС тең БД. Тік төртбұрыштың диагональдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді. АО тең ОС, ол тең БО, ол тең ОД. Бірінші мысал. Тік төртбұрыштың қышық қабырғасы 12 см, ал диагональдары 60 градус жасап қиылса, оның диагональдарының ұзындықтарын табыңыз. Сызба салайық ABCD тік төртбұрышын. CD 12 см, бұрыш COD 60 градус, ал табу керек AC мен BD диагональдарын. Шешуі. Тік төртбұрыштың қасиеті бойынша, оның диагональдары қиылысу нүктесінде қақ бөлінеді, сонда OC тең OD. Сонда үшбұрыш OCD тең берілі үшбұрыш. Осы үшбұрыштың CD табаны болатын табандағы бұрыштарын қарастырайық. Бұрыш OCD тең бұрыш ODC, себебі ол тең берілі үшбұрыш. Біз 180 градустан 60 градусты азайтып, 2-ге бөлеміз. Тең 60 градус. Бұл үшбұрыштың барлық бұрыштары 60 градус болып шықты. Сондықтан да үшбұрыш OCD тең қабырғалы. Яғни OC тең OD тең CD 12-ге. Ал диагональ AC OC-дан 2 есе үлкен болғандықтан біз 2-ні 12-ге көбейтеміз. 24 см. Сонымен AC диагоналі BD диагоналіне тең, ал оның ұзындықтары 24 см.